Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен математика оқулығындағы 91-ші сабақ белгісізі бар теңдікпен танысатын боламыз. Бірінші есеп. Есепті шығар. Қолөнер шеберлері көрмеге 90 бұйым қойды. Олардың 50-і ағаштан және бірнешеуі саздан жасалған. Көрмеге саздан жасалған қанша бұйым қойылды? Теңдіктерді қалай жазылғанына қара және бос тұр көздерді тиісті сандарды таңда. Бізде барлығы 90 бұйым, оның 50-і ағаштан және бірнешеуі саздан жасалған дейді. Сонда біз 90 бұйымнан, яғни белгілі бұйымнан 50 ағаштан жасалған бұйымды алып тастаймыз. Сонда бізде саздан жасалған 40 бұйымның саны шығады. Сонда 40 бұйым саздан жасалған екен. Келесісінде 90, яғни барлығы 90 бұйым көрмеге дайындалған. Оның барлығы бізде 50 дейді. Сонда 50-ден 90-нан 50-ді азайтсақ, бізде белгісіз, яғни теңдік 40 шығады. Келесісінде 90-нан 40-ті азайтамыз. Үшінші теңдікке қараймыз. Бұл жерде 90 бұйым берілген, қалғаны 40 деп тұр. Сонда бізде белгісіз табу үшін 90-нан 40 санын азайтамыз. Сонда бізде белгісіз теңдік 50-ге тең болады. Осылай ойланып отырып теңдік құрастырып шығарамыз. Екінші есеп. Музей залына 20 ұлттық киім және 10 ыдыс қойылған. Барлығы неше бұйым қойылған? Яғни теңдіктерді жазамыз. Бізде 20 ұлттық киім, оған 10 ыдысты не істейміз? Қосамыз. Сонда бізде барлығы 30 бұйым қойылған екен. Екінші есепке қараймыз. Белгісіз компоненттерді тап дейді. Қосылғыш 4-ге, астындағы қосылғыш 6-ға тең болып тұр. Екі қосылғышты қосып, қосындының мәнін табуымыз керек. Сонда біздің қосындымыздың мәні 10-ға тең. Бізде бір қосылғышымыз белгілі, екінші қосылғышымыз белгісіз, бірақ барлығы 10 деп тұр. Сонда біз барлығынан белгілі қосылғышты не істейміз? Азайтамыз. Сонда біздегі белгісіз қосылғыштың саны белгілі болады. Сонда бұл жердегі 10-нан 4-ті азайтсақ 6 болады, дұрыс айтасыңдар. Келесіде бірінші қосылғышымыз белгісіз, екінші қосылғышымыз белгілі және қосындының мәні 10-ға тең деп тұр. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Сонда 10-нан 6-ны азайтсақ, біздің қосылғышымыз 4-ге тең болады екен. Бірінші азайғышымыз берілген, екінші азайтқыш 10-нан 4-ті азайтсақ, бізде айырмамыздың мәні 10-нан 4-ті азайтсақ 6-ға тең болады. Келесі екінші азайғышымыз 10-ға, айырманың мәні 6-ға тең болып тұр. Сонда біз азайтқышты табуымыз керек. Азайтқышты табу үшін 10-нан 6-ны аламыз. Сонда 4 шығады екен. Келесі азайғышымыз белгісіз, бірақ азайтқышымызбен айырманың мәні белгілі болып тұр. Ол үшін азайғышты табу үшін 6 мен 4-ті қосамыз. Сонда біздің азайғышымыз 10-ға тең болады. Яғни бізде азайғыш белгісіз болса, біз қосамыз, ал азайтқыш белгісіз болса, азайтамыз. Осыны естен шығармайық. Үшінші жаттығу. Бос орынға тиісті сандарды ата, өрнектерді жаз дейді. Бізде бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш белгілі және қосындының мәні 30-ға тең. Бос орындағы, сонда біздегі қосылғышты табу үшін 30-дан 10-ды азайтсақ, бірінші қосылғыштың жауабы белгілі болады. Сонда 20-ға 10-ды қоссақ 30 болатынын анықтаймыз. Екінші есепте дәл сондай. Бірінші қосылғыш белгілі, екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні 80-ге тең. Сонда біздің екінші қосылғышымыз 40-қа тең екен. Енді мұнда бірінші өрнегіміз белгісіз, екінші өрнегіміз белгілі. Бұл жердегі барлығының мәні 30-ға тең болып тұр. Сонда бірінші қосылғыш, яғни азайғышты табамыз. Бізде 30 мен 20-ның қосындысы 50-ге тең. Сонда ол 50-ден 20-ны азайтсақ, біздің айырманың мәні 30-ға тең болатынын солай анықтаймыз. Қатарда
азайғышымыз 100-ге тең, азайтқышымыз белгісіз болып тұр. Сонда барлығы айырманың мәні 20-ға тең дейді. Сонда 100-ден 20-ны азайтсақ, біздің екінші азайтқышымыздың мәні шығатын болады. Сонда 100-ден 80-ді азайтсақ, 20 шығады. Келесі, азайғышымыз белгісіз, азайтқышымыз 70-ке тең, айырманың мәні 30. Сонда біз 70 пен 30-дің қосындысын тапсақ, біздің бірінші азайғышымыз белгілі болады. Сонда 100-ден 70-ді азайтсақ, 30 шығады. Келесінде бірінші қосылғышымыз белгісіз, екіншісі белгілі. Оны табу үшін 100-ден, яғни қосындының мәнінен 50-ді азайтамыз. Сонда бізде белгісіз санымыз 50 болып тұр. 50 мен 50-дің қосындысы 100-ге тең. Осылай келесі есептерді де шығарамыз. 30 бен 60-тың қосындысының мәні 90-ға тең. Келесі 40 бен 20-ның қосындысының мәні 60-ға тең. 50 мен 10-ның айырмасының мәні 40-қа тең. Яғни бізде бірінші азайғыш берілген, азайтқышымыз белгісіз x болып тұр. Сонда біз 50-ден 10-ды азайтсақ, екінші азайтқышымыз 40-қа тең болады. Сонда 50 мен 40-тың айырмасы 10-ға тең болатынын білетін боламыз. Төртінші жаттығу. Көрмеге таңертең 30 адам, ал кешке одан 10 адам артық келді. Көрмеге кешке неше адам келді? Бұл жерде біз көрмеге неше адам келгенін табу үшін таңертең келген 30 адам мен кешке келген 10 адамды азайтамыз. Сонда көрмеге бізге 20 адам артық келіпті. Ал енді кері есеп құрастырып көрейік. Көрмеге таңертең 30 адам, кешке 10 адам келді. Көрмеге барлығы неше адам келгенін табайық. Ол есепті өздерің шығарып, комментарияға жазыңдар. 5-ші есепке қарайық. Сырғаларды 4 қобдишаға теңдей бөліп сал дейді. Қане ойланайықшы, мына жерде қанша сырға бар? 2, 4, 6, 8. Ал неше қобдиша бар? 4 қобдиша бар. Сонда әр қобдишаға неше сырғадан саламыз? Дұрыс айтасыңдар. 4 қобдишаға 2 сырғадан бөліп саламыз. Сонда біздің зерттеуіміз дұрыс шығады екен. Менің сабағым ұнап жатса, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.